Кешегі Жансұлу қарындасымызды түсірген тәтеміз заң алдында өз жазасын алды. Жансұлу қарындасымыз бүкіл қазақ еліне алғысын айтып жатыр. Бірге тамашалайық. Біз осындай кезде түсінуіміз керек, әрбір қазақ азаматы қазақша білуге тиіс, міндетті. Біздің ана тіліміз бір ғана тіл, қазақ тілі қанмен келген тіл. Жерімізді, тілімізді қорғау үшін қаншама қан төгілді, және біз өз жерімізде жүрміз, ол үшін ұялмауымыз керек, аяғымызды сілтіп баспауымыз керек. Және де осындай жағдайлар бұл мыңнан бірі ғана деп ойлаймын. Бұдан басқа миллиондаған жағдайлар болып жатыр, оның барлығын біз білмейміз, көрмейміз. Сол үшін тілімізді күшейтетін тағы да заңдар қабылдану керек деп есептеймін. Барша қазақ елі мені қолдап, ізгі ниеттерін, жақсы тілектерін жазып отырған барша қазақ еліне тек қана рахметімді, алғысымды айтамын. Барлығы орынмен шешілді. Шамызға Жансұлудай сабырлық пен ұстамдылық тілеймін. Парақшаға міндетті түрде